Subaru. Албек тағы да Subaru'ларға не болған деген сұрақ. Не болғанда, мынау деген түйіскен ғой, короче, басқа машинамен. Содан мына жағы жоқ. Қандай бампер екен? Оның ана жағы жоқ. Соқтығысқан Subaru'лардың оқиғасы жалғасуда, міне бамперіміз. Вот. Мына жағы жоқ болды. Мына жерден былай болмайды. Сол басқа бір бампер алып кетті, короче, осы жағы бар екен. Сол 2 бамперден 1 бампер құрастырып бердік, мынандай етіп, ауақтың қауымен. Осындай етіп жөндеп жасап бердік бәрін. Бәрі орнына келіп тұр түгел. Енді бір мәселе, бұны тек үстінен енді грунт шашып береміз. Ар жағында бәрі уже мына екінші жағымен екеуі бірдей болып шығады сонда. Осындай жұмыстар жасаймыз. Осындай жұмыстарды жасауды үйретеміз, оқытамыз бәрін нөлден бастап. Егер де оқиын деген адамдар болса, бәрін оқытамыз, түгел үйретеміз. Басқа қаладан десеңіз, біздер Орал қаласынан, басқа қаладан келетін болсаңыз, даже жататын жер бар тегін тоже. Міне, осындай жағдай бізде. Бұл бамперлардың жұмысы бітпейді, ол деген осылай жалғаса береді. Бампер сынбай тұрмайды. Бір күні болса біреудікі сынады, бір күні қояннан сынады, бір күні тағы бірдеңеден сынады, бір күні бір-бірімен түйісіп сынады, бампер бәрі сынады. Ал оның кез келген машинаның бамперін табу қиын қазіргі жағдайда. Вот сол үшін біздің Қазақстанда ешқандай бампер шығармайды. Сол үшін бұл жұмыс деген ең жақсы, клиенттар бар, конкуренциясы аз, керемет жұмыс. Осындай жұмысты үйренемін десеңіздер, үйретеміз, оқытамыз. Жаңадан бастап мынандай етіп, міне бампер құюларды бәрін үйрететін боламыз. Енді грунт шашамыз, Алла қаласа. Содан кейін уже мына жердің бәрі как родной болып тұрады. Неге оның өзінің керемет бамперін сол үшін жақсы тұтсап, оны Тайваньның бамперін салғанша осындай дұрыс керемет бамперіңізді қайтадан жөндеп салып алсаңыз, бәрі зазормен келіп тұрады. Осындай жұмыс. Мынадан кейін енді қазір грунт шашып беремін. Шпаклевка ештеңе жаққан жоқпын даже бұған. Мынау деген өзіміздің материалымыз, осындай цвет сондай болып тұрады. Ол шпаклевка емес, ол стекловолокно. Вот осындай жұмыс. Мынаның бәрін мен деген почти до идеала апарып беремін, тегіштеп, шлифовать етіп, даже грунт шашып беремін үстіне. Соның өзінде де костоправтарға осындай ақша төлеймін, осындай деп бояу үшін осындай түсірмейсің ба дейді адамдар. Қалай костоправтарға барлығын дайындап беремін екен, олар түсірмейді екен, ал мен түсуім керек, неге мен түсінбеймін соны жігіттерге. Соны айтыңдаршы маған. Мен өзімнің жұмысымның ақысын аламын, артық ештеңе алмаймын. Жақсы, хабарласыңдар. 24-7 профильді WhatsApp номер барлығы бар, жазыңдар, хабарласыңдар. Егер де үйрену керек болса, жаңадан құю керек болса, болмаса үйрену керек болса, осы номерде, осы профильді номер бар, соған хабарласыңыз. Так, міне шебер дегенше деп қайта айта берсем болмайды да. Мынандай, короче, міне грунтын шашып қойдық. 2 бамперден 1 бампер шығып тұрғаны. Мына жер жоқ болды. Сынып болды, мына жартысы. Тұманитен ағай. Соны қайтадан жасап қойдық бәрін. Хабарласыңдар, ремонттап жөндеу керек болса. Үйренгілерің келетін болса, үйретеміз, онда да хабарласыңдар. Осындай болып тұрады, міне. Әдемі болды. Даже бұл жерде менде әлі шпаклевка жағылған жоқ. Шпаклевка жоқ қой әлі. Жақсы. Сау саламатта болыңыздар, жақсы күнде кездескенше.